Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы карбон қышқылдары. Сабағымыздың мақсаты карбон қышқылдарының жалпы сипаттамасынан бастап, қасиеттерін, алынуын, қолдануын түсіндіріп, жан-жақты білім беру. Карбон қышқылдары оттекті органикалық қосылыстарға жататын класс. Бұдан басқа, оттекті органикалық қосылыстарға спирттер, алдегид пен кетондар, эфирлер, көмірсулар жатады. Барлық карбон қышқылдарында функционал тобы болады. Карбон қышқылдарының функционал тобы карбоксил тобы деп аталынады. Себебі карбонил тобынан және гидрокса топтан тұратыны. Жалпы формуласы CnH2n қосу С, COOH. Бір негізді карбон қышқылдарының жалпы формуласы RCOOH. Сонымен карбон қышқылдары дегеніміз не? Карбон қышқылдары дегеніміз құрамында функционалдық карбоксил тобы COOH бар көмірсутектердің туындылары. Өткен сабақта біз сендермен алдегид пен кетондар тақырыбын қарастырғанбыз. Осы өткен тақырып бүгінгі тақырыппен қандай генетикалық байланысы бар? Бұл сұраққа жауап беру үшін төменгі берілген реакцияға көңіл аударамыз. Алдегидтерді калий перманганатымен, калий дихроматымен немесе концентрациялы күкірт қышқылымен жартылай тотықтырғанда карбон қышқылдары алынады. Карбон қышқылдарының жіктелуі. Карбон қышқылдары бірнеше топқа жіктелінеді. Бірінші, карбоксил тобының саны бойынша жіктелуі. Бір негізді, екі негізді, көп негізді деп жіктелінеді. Бір негіздіге мысал келтіретін болсақ, сірке қышқылын келтіруге болады. Екі негіздіге қымыздық қышқылы, көп негіздіге үш негізді лимон қышқылын келтіре аламыз. Радикал түріне қарай жіктеледі. Қаныққан, қанықпаған, ароматты деп. Қаныққанға пропион қышқылы, қанықпағанға акрил қышқылы, ароматтыға бензой қышқылын келтіреміз. Көмір тек атомы бойынша жіктеледі. Гомолог қатарындағы С1-ден бастап С9-ға дейінгі карбон қышқылдары кіші карбон қышқылдары деп аталынады. С10-нан бастап жоғарғы карбон қышқылдары деп аталады. Карбон қышқылдарының номенклатурасы. Карбон қышқылдары халықаралық және тривиальды атаумен аталынады. Мысалы, HCOOH халықаралық атау бойынша метан қышқылы деп аталынады. Тривиальды атау бойынша құмырсқа қышқылы деп аталынады. Халықаралық атау бойынша этан қышқылы, тривиальды атау бойынша сірке қышқылы. Халықаралық атау бойынша бутан қышқылы, тривиальды атау бойынша май қышқылы. Пентан қышқылы, валериан қышқылы деп аталынады. Этандион қышқылы, тривиальды атауы қымыздық қышқылы. Кестеде карбон қышқылдарының гомолог қатары берілген. Сонымен қатар халықаралық атауы мен тривиальды атауын көріп отырсыз. Рационалды номенклатурасы бойынша формуланы атау үшін біз алгоритм қолданамыз. Алгоритм бойынша ең бірінші негізгі тізбекті тауып алып, карбоксил тобынан бастап нөмірлейміз. Екінші, орын басушылардың орны мен атауын көрсетеміз. Үшінші, негізгі тізбектегі көмірсутекті атап, қышқыл деген сөзді қосамыз. Төртінші, егер бірнеше карбоксил тобы болса, оның алдына ди, три, тетра деген сөзді қосамыз. Мысалы, 3 метил бутан қышқылы. Карбон қышқылдарының физикалық қасиеттері. Гомологтық қатардың салмағы жеңіл, алғашқы мүшелері өткір иісті, суда жақсы еритін сұйық заттар. Май қышқылынан бастап нонан қышқылына дейінгі заттар май тәрізді, қоймалжың сұйықтықтар, жағымсыз иісі бар, суда нашар ериді. С10-нан бастап иіссіз, суда ерімейтін қатты заттар. Мысал ретінде сірке қышқылының физикалық қасиетін қарастырайық. Агрегаттық күйі сұйық, түссіз, мөлдір сұйық зат. Иісі өткір иісті, суда ерігіштігі жақсы, қайнау температурасы 118 градус Цельсиядан, балқу температурасы 17 градус Цельсиядан.
Кіші карбон қышқылдары сұйық заттар, жоғары карбон қышқылдары қатты заттар. Қышқылдардың молекулалық массаларының өсуіне қарай иістері, ерігіштігі азаяды. Оны былай деп түсіндіреміз. Карбон қышқылдарындағы карбоксил тобы карбонил тобы мен гидрокса топтан құралған. Карбонил тобындағы оттек атомының әсерінен СО байланыстағы электрондық тығыздық, электр терістігі күшті оттек атомына қарай ығысады. Соның салдарынан карбонилдің көміртек атомы жарым-жартылай оң зарядталып, электронның орнын толтыру үшін гидрокса топтағы оттектің электрондарын өздеріне қарай тартады. Ал гидрокса топтағы оттек сутектің электрондарын өзіне тартып полюстенеді. Нәтижесінде сутек атомы протон түрінде оңайырақ бөлініп шығады. Карбон қышқылдарының көптеген химиялық қасиеттерін осы электрондық құрылысымен байланыстырып түсіндіріледі. Карбон қышқылдары әлсіз электролиттер, дегенмен су молекуласы қатысында сутек катиондарын бөліп диссоцияланады. Карбон қышқылдары кернеу қатарындағы сутекке дейінгі орналасқан металдармен реакцияласады. Нәтижесінде тұз және сутек бөлініп шығады. Негіздік оксидтермен әрекеттеседі. Металл гидроксидтермен әрекеттеседі. Бұл реакция бейтараптану реакциясы деп аталады. Себебі нәтижесінде тұз және су бөлініп шығады. Әлсіз қышқылдардың тұздарымен реакцияласады. Мысалы келтіретін болсақ, көміртек, кремний, күкіртсутек, стеарин, пальмитин қышқылдарының тұздарымен реакцияласады. Нәтижесінде тұз және қышқыл бөлініп шығады. Келесі реакция карбон қышқылдарының сапалық реакциясы деп аталады. Мына жерде күміс айна реакциясы мысал ретінде берілген. Күміс айна реакциясы деп аталатын себебі құмырсқа қышқылы күміс оксидімен реакцияласқан кезде сынауықтың қабырғасына күміс тұнба ретінде түзіледі. Тұнба ретінде түзілген күміс ескі айна эффектісін береді. Сондықтан бұл реакция күміс айна реакциясы деп аталады. Карбон қышқылдарының маңызды өкілдеріне тоқталайық. Құмырсқа қышқылы немесе метан қышқылы HCOOH құмырсқа денесінен бөлінетін, сондай-ақ қалақай жапырағында, шырша қылқандарында болатын күйдіргіш зат. Гомолог қатарында ең күшті қышқыл. Оның басқа қышқылдардан мынадай ерекшелігі бар. Бірінші, молекуладағы радикал орнында сутек атомы болғандықтан бұл қышқыл өте күшті деп саналады. Екіншіден, оның молекуласында карбонил тобымен қоса альдегидтік тобы да бар. Сондықтан қышқылдық қасиетке қоса альдегидтік қасиетті көрсетеді. Құмырсқа қышқылының залалсыздандырғыш қасиеті бар. Оны тамақ, тері илеу және дәрілік заттар жасау өнеркәсібінде қолданылады. Медицинада кеңінен қолданылады. Мына жерде карбон қышқылдарының қышқылдық артуы бойынша орналасуын көріп отырмыз. Осымен жаңа тақырыбымызды аяқтадық. Енді практикалық тапсырманы орындаймыз.